Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен шаян белгісіндегі адамдарға арналған кеңесімді ұсынатын боламын. Бұл кеңес жалпы барлық адамға арналады. Сол себептен біреуіне тура келуі мүмкін, біреуіне келмей қалуы ықтимал. Ал енді 30 сәуір күні күннің тұтылуы болады және де жаңадан ай туады. Жаңа ай туғанда қандай өзгерістер болатынын мен өткен видеоларында салған болатынмын. Жалпы 30 сәуірде кімнің туылған күні болса, биылғы жыл өзгерістерге толы болады. Ал 3 мамыр күні Венера 10 домға келіп тұр екен. Одан кейін айтарым бастамай тұрып. Жалпы астрология мен базы екеуі бір, жалпы бір. Қалай есептесеңіздер де бірдей шығады. Астрология есептетейін ба, немесе базы, нумерология есептетейін ба деп жүрген адамдарға айтарым, барлығы бірдей. Тек аттары ғана бөлек, астрология деп аталады, базы деп аталады, болды. Ал жалпы барлығы бірдей келеді. Ал менің базы обучениеме, екінші базы тереңдетілген сабағыма шақырамын, осы мамыр айында болады. Және де фэн-шуй аудит деген сабағым осы мамыр айында жарыққа шығады. Қатыссаңыздар болады. Өте керемет ақпараттар бар ол жерде. Ал енді шаян белгісіндегі адамдарға арналған кеңес. Жалпы 3 мамыр күні Венера 10 домға келіп тұрген. Жалпы Венера әдеміліктің және де ақшаның планетасы. Ал 10 дом жұмысқа жауап береді, статусқа жауап береді. Сонда бізде болады жұмысымызда өсу болуы ықтимал. Айлығы көп жұмысқа орналасуыңыз ықтимал. Немесе жұмыста дәрежеңіз көтеріледі. Сіз жұмыс жасайтын мекемеде өзгерістер болады. Бастығыңыз ауысуы ықтимал. Атақты боласыздар. Елдің алдына шығасыздар. Ата-анамен қарым-қатынасыңыз, ата-анамен, бастығыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Ал 10 май күні Меркурий кері бағытта айналады. Яғни ретро Меркурий деп аталады. Ал жалпы Меркурий құжатқа, осы қағаз документке жауап бергендіктен ешқандай маңызды құжатқа қол қоюдың қажеті жоқ. Ал Меркурий сіздерге, шаян белгісіндегі адамдарға 12 домға келіп тұр екен. Жалпы 12 дом бір құпияны білдіреді. Ешкімге айтқыңыз келмейтін өзіңіздің ішіңіздегі бір құпияны айтады. Бұрынғы ескі жұмыстарыңызды қайтадан жасайсыздар. Көптен көрмеген достарыңызды кездестіресіздер. Онлайн жұмыспен айналысасыздар. Алысқа жол жүрулеріңіз ықтимал. Алыстан туысқандар, көптен көрмеген туысқандарыңыз келеді. Ал 11 май күні Юпитер планетасы келіп тұр екен. Юпитер планетасы жалпы кез келген дүниені үлкейтеді. Юпитер 10 домға келіп тұр екен, яғни статусыңыз өзгереді. Мысалы, сіз қазір егер бойдақ болсаңыз, тұрмысқа шығып, үйленіп, немесе бала көтеріп, немесе бала босанып деген сияқты бір статусыңыз өзгереді. Жұмысыңызда барлығы жақсы болайын деп тұр, яғни Юпитер жақсы барлығын үлкейтетін планета. Мен планеталар жайлы сіздерге видео түсірген болатынмын. Жалпы жұмысыңызда жақсы өзгерістер болады. Басқа немесе басқа үйге, жаңа үйге көшулеріңіз ықтимал, кең үйге көшулеріңіз мүмкін. Маңызды істеріңіз оңынан шешіледі. Ал 16 мамыр күні ай толады. Ал ай толған күні лунный затмение болады. Яғни ай тұтылады. Ол сіздерге 5 домға келіп тұр екен. Ал 5 дом махаббатты, шығармашылық жұмысты, баланы білдіреді. Көптен бір шеше алмай жүрген проблемаларыңызды шешетін боласыздар. Яғни бала шығып тұр екен, бала көтерулеріңіз ықтимал.
балаға қатысты бір сұрақтарға жауап беретін боласыз. Садигін, балабақшасын, мектебін ауыстыратын боласыздар. Ал 5-ші том әрі хоббиді білдіреді. Өзіңіз жаңадан хобби бастауыңыз ықтимал. Жетістікке жеткелі тұрсыз, жалпы 5-ші том жетістікті білдіреді. Ал 22-ші мамыр күні күн белгісі 12-ші домға келіп тұр екен. 12-ші дом бір жалғыз қалғыңыз келетін, ешкімге ештеңе айтқыңыз келмейтін дом. Жалпы бұл кезде елдің көпшіліктің алдына шығуға сіз дайынсыз. Көптен бері дайындалып жүрдіңіз, енді беретін сабағыңыз болса, немесе елге айтатын дүниеңіз болса, шығып айтуға болады. Көбірек демалғыңыз келеді. Алыстан жаңалық естисіздер, немесе алысқа көшіп кетесіздер. Ал 25-ші мамыр күні Марс 10-ші домға келіп тұр екен. Барлық ойыңыз жұмыста болады. Статусыңыз өзгереді тағы да. Жұмысыңызда барлығы сәтті болайын деп тұр. Жұмыстағы коллективтеріңіз, әріптестеріңіз сізді мақтайтын болады. Еңбегіңіз бағаланады. Жалпы егер онлайн бизнес болса, сізде өркендейді. Жалпы барлығы жақсы болады. Өз жетістіктеріңізбен қуанасыздар. Жеңіс сіз жақта болғалы тұр. Ал 29-ші мамыр күні Венера 11-ші домға келіп тұр екен. Ал бір мероприятияны ұйымдастыратын боласыз. Бір достарыңыздың туған күні болуы мүмкін, немесе әріптесіңіздің туған күні болуы мүмкін, соны ұйымдастыратын боласыз. Достарыңыз сізді біреумен таныстыруы ықтимал, яғни 11-ші дом достарды білдірсе, Венера ол әдемілікті білдіруі мүмкін, әйел адамды білдіреді. Сол себептен ер адам болса, бір әйел адаммен танысуыңыз ықтимал. Ал 30-ші мамыр күні жаңа ай туады. 30-ші мамырда кімнің туылған күні болса, биылғы жыл өзгерістерге толы болады деген сөз. Ол 12-ші домға келіп тұр екен. Ешкімге ештеңе айтқыңыз келмейді. Эзотерикаға қызығушылығыңыз артады. Елге жаныңыз ашып, қайырымдылықпен көп айналысасыз. Алға жылжуға дайынсыз. Жалпы мамыр айында шаян белгісіндегі адамдарға 10-ші дом, сосын 12-ші дом өте қатты әсер етеді. Статусыңыз өзгереді, жұмысыңызда өзгерістер болады, басқа үйге көшесіздер, балалы болуларыңыз ықтимал, онлайн жұмыс болса өркендейді. Бұның арасында өзіңіз жалғыз қалғыңыз келіп кетеді. Себебі 12-ші дом жалғыз қалуды білдіреді. Немесе ем алуларыңыз ықтимал. 12-ші дом әрі больницаны білдіреді. Енді барлығы жақсы болады. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.